Қазақ ел егеменді сан ұлты бар. Қазақстан Республикасы 1991 жылы 16 желтоқсанда өз тәуелсіздігін жариялап, дербес мемлекет болуы. Ұлы Абай, Хакім Абай, ақын Абай, ұлылығы бір сөз өнерін жарғандай, жарып шығып келешек тарихқа өзінің ұлы атын қалдырғандай. Құрай шалқын бәшеше, ұзағы бұрсып толғанда, күркіреп жатқан өзенге, көшіп ауып құрғанда, шалғынан жатқан жылқының, шоғынан дүние тоқтылда. Әсембаз болма әрнеге, әсембаз болма әрнеге, бекбаз болсан арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін таптап арқалан. Көзсіз болып түсі суып қаптайды аспан, көз болады қалтылан жерді бар. Жақыным, кітаптарын қалдырған қазынасы халқының. Қиындығы көп болды, сабырды бірақ жоқ болды. Өлеңдерін оқысаң, әрбір сөзі оқ болды. Ойландырды. Бабалар бұл жерін елін қорғап терлеген, батырлар бұл жерді намыс қолда бермеген, жерін қорғап қазақ жауға қалып жүрмеген. Қазақстаннан, Қазақстаннан, ал қазір мақтаныш бізде қазақ даласы, байлығы молдағы баша жүрек баласы, арманға бастаған құралған көп қаласы. Қазақстаным, Қазақстаным, Қазақстан, Қазақстан, сырға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің, тәуелсіз елім. Söyle Kazak dilinde, muhacap dilinde, atımızga nazat kılınge. Ana dilin bilmegenimde, öz dilimde hürmetlemesin. Suyegine babalarından baksalık dursun. Kazak olsam dilin kevdenge, akşalık kursun. Kazak dili babamın dili, balamın dili, dilim barda adamın dili. Kazak dili babamın dili, balamın dili, dilim barda adamın dili. Kazak dili әкемнің